Әрбір байқаған адам білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил, яғни бейқамдық қателік, көп өтетұғынын да әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құрғалып, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, онысын елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш, яғни байлық болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ. Мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек. Қам қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Уайым қайғыны орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен, іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртымен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйініп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды.